Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайындалатын кекстің жасалу жолын ұсынамын. Құрамына қант қосылмайды, оңай жасалады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін кексті сіздер жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қоюландырылған сүтті құямыз. Қоюландырылған сүттің сапалысын пайдаланамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да кекстердің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Ертілген сары майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнға қопсытқышты салып араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Сонан соң ұнның барлығын саламыз. Силиконды лопаткамен немесе қасықпен жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырды кекстің формаларына толтырмай салып шығамыз. Осы рецептпен 12 дана кекс шығады. Қамырды 1,5-2 ас қасықтай саламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Піскен-піспегенін ағаш таяқшамен тексеріп көреміз. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайындалатын кекстеріміз дайын. Құрамында қанттың жоғы білінбейді, тәп-тәтті болып шығады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін кекстерді сіздер жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.